Кәсіпкер болу ол сенің бай болып, мықты болуың емес. Немесе тек қана танымал адамдармен жұмыс жасап, сол танымал адамдардың көңілінен шығу емес. Мен өте көп байқап жатамын, кәсіпкерлерден танымал болып, жаңағы саудалары жақсы жүріп бастаған кезде тек қана сондай танымал әншілермен, жұлдыздармен коллаборация жасап, солармен жұмыс жасап бастайды. Бірақ бір нәрсені ұмытады. Абай атамыздың сен де бір кірпіш дүниеге кетігін тапта бар қалан деп айтады. Бұл дегеніміз не? Сен кәсіпкер болдың, өзіңнің кетігіңді таптың, енді әрі қарай қоғамға шуағыңды шашу керексің. Бірақ өкінішке орай біздің қоғамға шуағын шашып жатқан кәсіпкерлеріміздің қатары өте аз. Жаратушымыз әрбір кәсіпкерге бақты да, байлықты да, дәулетті де, атақты да, мансапты бәрін беруі мүмкін, бірақ берген қолым алған деген қағиданы ұстанбасақ, онда бір күні біз кризиске тап болуымыз мүмкін. Және бұл кризис сізді әртүрлі жағынан сынауы мүмкін. Денсаулық, ақша, қарым-қатынас, бала, бауыр, ата-ана, тағысын тағы. Осындай жағдай болмау үшін әр қашанда сен байыдың ба, дәулетті болдың ба, мінекей өзіңнің қоғамыңа да дәл солай көмектесіп атсалысу керексің. Сол кезде міне сен кетігіңді таптың және қоғамыңа да шуағыңды шашып үйрендің деген сөз.